Қайырлы күн достар, біз бүгін Алматы қаласы ипподромындамыз. Қазақстанның бәйгіден ұлттық турнирінің финал алдындағы жарысы бүгін осында өткізілмек. Бірер минуттан кейін басталады деп күтіп отырмыз. Сонымен бүгінгі бағдарламада 11, 18 және 25 шақырымды құнан, топ және аламан бәйге өтеді. Жалпы жүлде қоры 21 миллион теңге шамасында. Ендеше үлділдер дүбірін бірге тамашалайық. Алғаш болып құнан бәйге басталды. 5 айналымнан тұратын жарыс 11 шақырымдық додада 10 сәйгүлік жарыс жолына шықты. Күн салқын болды, содан болса керек, жылқылардың жылдамдығы төмен көрінді. Жалпы бәйгінің заңдылығы да сол. Күн салқындаса, жылдамдық төмендейді. Алғашында аттар ақырын шауып бастап еді, соңғы 2 айналымда шын жарысты. Атбегілер арасында атақты бапкер Қуат Әбдісәлімов баптаған құнан бірден суырылып алға шықты. Кейін құнандар бір шабысқа төселіп алды. Нәтижесінде финалдық кезеңге жолдама алған 5 сәйгүлік анықталды. Бағы жанып, бабы шапқандар қатарында Зымыран, Гүлсары, Батыр лақабаты бар тұлпарлар келді. Достар, бәйгі деген жай ғана ат жарысы емес, бұл қашанда көңіл күй, той, халықтың, әсіресе балалардың тәтті жеп, мәре-сәре болуы, соның көрінісі ретінде міне Алматы ипподромының жанында осындай сауда орындарда ашылып қойған, бірге барып сөйлесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Бүгін бір ерекше дүниелер көріп тұрмын. Бұл да жаңағыдай неге көшеге, атқа мінгенге, көкпарға мінгенге бөлініп тұрады. Сол так. Мына бізде көкпар істеп аталады. Ол таза былғардан өкшесі бар, чтобы жаңа үзеңгіден шығып кетпеу үшін. Бұл қайда? Қай спорттың қай түрінде? Бұл көкпар түрінде, көкпар. И так, қысты етікшер бар. Бұл енді жаңа проездкаға, жаңағыдай, сонда таза былғардан тоже. Табанда суық өтпеу үшін осында қалың материалмен істеледі. И мында қайсы бар, ол жаңа суықты өтіп ұстап тұрады. Бұл енді қысты етікшер болады. И бізде так бәйге несетін етікшер бар. Бұл жаңа жеңіл болады, тоже таза былғардан. И бұл аяқтың формасы алып тұрады. Өте жеңіл болады, бәйге киетін етікшер болады. Әйелдердікі ма, ер адамдар? Ер адамдардікі. Әйел адамдарға ештеңе жоқ па? Жоқ, заказдан төлеуге болады. Қалай сауда жүріп жатыр ма бүгін? Иә, шүкір. Ақындап. Неше пара аяқ киім саттыңыз? Примерно 5-тен жоғары. Бұл ұлттық өзіміздің. Өзіміздің осы Алматы қаласында боламыз. Мирас ат әбзелер дүкені. Таза өзіміздің отандық орын, бәрін өзіміз қолдан жасайтын боламыз. Мына біреудің бағасы мына мысал. Мысалға мына бізде так, бұл 59.500 теңге тұрады. 59.500. Бірақ шыдамды, біраз жыл келді. Іші де сырды да полный кожадан болғаннан кейін. Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға мініп шапқым келеді. Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім. Деген арғымақ деген. Рахмет, көп. 18 шақырымдық топ бәйгеге 36 ат қатысты. Бірінші орын алған Шабандос 4 миллион теңгенің сыйақысын алды. Екінші орын 1,5 миллион теңге, үшінші орынға 800 мың теңге бұйырды. Бәйгеге қатысқандар арасында Алматы ипподромында жаттығып үйренгендері де бар. Оларға жарыстың осы жерде ұйымдастырылуы жақсы мүмкіндік болса керек. Алайда күш атасын танымас демекші, нағыз жүйрік жолда талғамай шаба береді. Ат деген енді қазағымыздың о бастан дәстүрлеп кетқан ат үстінде өскен қазақпыз ғой енді. Атты біз қастерлейміз, аттың киесі болады. Ат десе біз Астанаға да барамыз, қалмаймыз. Атты көрген кезде адам бір күш алады. Атқа мін бұл қазіргі тұрғанымыз басқа. Егер аттың үстінде көрсең бізді, ат адам өзгеше өзгереді. Адамға дух береді, күш береді. Осы бәйге үшін әдейілеп осы бәйгені көруге келдік. Қызылорда қаласынан келдік. Мектептен келдіңіздер ма? Қай мектептен? 107. Бір класста оқисыңдар ма барлықтары? Жоқ. Әр класстан келгенбіз, 7-ші сыныппыз. Бәрін 7-ші сыныпта оқисың. Алаш әскери патриоттық клубтан. Қандай клуб? Алаш әскери патриоттық клуб. Сонда алдын ала бәйгі болатын білдіңіз? Көрдік, естідік, сосын оқушылар алып келейін деп естідім. Бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін оқушылар жинап алып келдім. Өздерінің ниеттерімен. Бізге оқушыларға осында келу керек деп ойлайсыз, әсіресе осындай жастағы балалар. Ұлттық спорт болғаннан кейін балалар қызықты өздері де.
Ұлттық спорт дамытуымыз қажет, сол мақсатта кішкене патриоттық сезімін ояту мақсатында ұлттық спорт бойынша. Қанша бала келді, ұнап жатыр ма? Иә, ұнап жатыр. Балалар өзі айтсын. Не айтасыздар? Өте күшті. Өте күшті қызық. Достар, міне аламан бәйгінің қатысушылары алғашқы айналымға аттанды. Жанкүйерлер мен көрермендер тақымын қысып күтіп отыр. Бұл жолы осы жарыс жолына 29 сәйгүлік түсті. 25 шақырымдық жарыс. Енді мықтыларды бірге анықтайық. Үшінші жарыс аламан әдеттегідей тартысты өтті. 25 шақырымдық ат жарыстан бірінші болып Студмен ұлпары мен Әмірхан Төребеков келді. Келесі орындарды Моймир сәйгүлігі мен Мирас Нағашыбай, Маймақ аты мен Абзал Тұрмыс еншіледі. Қалыңыз қалай? Жақсы. Күшті, жалғыз өзіңіз ешкім дұрыс қарап Иә. отырсыз. Сіз бәрін көріп тұрсыз. Бәрін көріп тұрмын, да. Ешкімнен үзбей. Да. Кіммен келдіңіз? Мен- Қайдан естідіңіз? Мен осы бар жерде естіп, балам менен келіп тұрмын міне. Еңбекші Қазақ ауданы Түрген ауылынан келіп тұрмын мен. О, біраз жер жүрдіңіз. Біраз жер жүріп келдік. Қалай? Аттардың бұл шабысын көрейік, балдарға демеушілік қылайық деп. Ей, молодец, жақсы. Демеушілік деген қалай ол? Я енді не қылып қол соғып отырамыз. Қолдау білдіріп. Қолдау білдіреміз. Жалпы енді сіз бұрыннан қатысып көріп жүрген шығарсыз бәйгелер. Иә, көріп жүрміз. Бәйгенің көрінісі. Өзіміз жас кезімізде бәйгеге талай шапқанбыз. Бұндай бәйге емес, біздерде тіке шабыс дейтін. Соған шапқанбыз. Бала кезімде көп аттың қасында жүргенбіз. Қазір енді аттардың аяқ алысы. Жақсы, өте жақсы келатыр аттар. Өз жақсы шауып жатыр. Айтпақшы, көрермендермен тілдесіп жүргенде бәйгі тамашалауға келген шетелдік азаматты да кездестіріп қалдық. Пәкістандық мейман іскерлік мақсатта Алматыға келген. Осы орайда ұлттық спорт түрінен дода өтетінін естіген ол, нағыз қазақтың бет бейнесін көру қызық болды деген ойымен бөлісті. Когда это посмотри, это хорошо, посмотри хорошо. Не, من Адина. Мен бизнесмен. Бәйгі турнирін ұйымдастырушылар аталмыш шараны қашанда қызықты етіп өткізуге тырысады. Соның мысалы ретінде шақырылған жұлдыздарды атап өтуге болады. Дүлдүлдердің дүбіріне атойлаған жүректердің дүрсілі қосылғанда қазақтың кең даласы құлақ түреді. Бүгін міне біз сондай көріністің куәсі болдық. Осымен финал алдындағы турнирдің, жалпы жарыстардың легі аяқталды. Енді келесі финал 7-ші қазанда осы Алматы қаласында өтеді. Сол жерде ендеше жүздескенше ағайын.